көре алмаушылықпен ауыратын адам бар ғой, мына қарас әдемі айтты мына жерде. Үнемі сары уайыммен жүреді дейді ше. Неге? Анау анадан асып бара жатыр ғой өйткені. Озып бара жатыр ғой. Жалпы көре алмаушылық деген не десеңіз, мынадай ғой. Біреуге берілген Алланың нығметін біреудің айдалада қызғану ғой. Алла тағала біреуге бір нығмет берді. Мысалға, қандай нығмет беруі мүмкін? Көп қой енді әркімге берілген нығмет. Мысалға, біреуге Алла тағала, енді ақшамен айта берейікші. Біреуге Алла тағала дүние берді, дұрыс па? Сол дүниесін сен айдалада таласып жүрсің да оның ризығына, былайша айтқанда. Әркімнің өзінің ризығы өлшеулі ғой негізі. Сен таласқанмен оның сыйлығы саған келмейді, ризығы бәрібір. Хасан Басри айтады, маған өлшеулі ризыққа ешкімнің қол сұға алмайтындығын білген кезімде дейді, маған берілген жазылған дейді, жүрегім жай тапты дейді. Маған берілген ризық бар ғой, оны сен 1000 көре алмау үшін әкеліп алып жалдап алып істейсің ба? Ала алмайсың оны. Ала алмайсың. Босқа просто не боласың? Күнәһар боласың ше. Әуре ғой, бос әурешілік.